Сәлем достар, бүгін біз сіздермен ағылшын тілінде уақытты айтуды үйренетін боламыз. Ағылшын тілінде уақытты сұрау үшін what time is it немесе what's the time сұрақтары қолданылады. Уақытты айту үшін, егер уақыт дәлме-дәл болса, мысалы сағат 5, онда it's 5 o'clock. Уақытты айту it's сөзінен басталады. It's 5 o'clock немесе it's 5. Егер минут тілі 12 мен 6-ның аралығында болатын болса, онда past сөзі қолданады. Past ол қазақша кетті деген мағынаны береді. Сағат 4-тен 5 кетті деп айту үшін бірінші минуттан бастаймыз. Яғни it's 5 past 4. It's 5 past 4. Яғни 5 минут кетті. 7-ден 20 кетті. It's 20 past 7. It's 20 past 7. 15 минут кетті деп айту үшін quarter. Ширек сөзі қолданылады. Мысалы, 6-дан 15 кетті дегеніміз it's quarter past 6. Ал 30 минут кетті деп айту үшін half сөзі қолданылады. Ол H-A-L-F деп жазылғанмен де L дыбысы оқылмайды. Half. 2,5 деп айту үшін it's half past 2. It's half past 2. Міне, оңай. Бұнда past сөзі ғана қолданылады. Сонымен келесі, енді қалды деп айту үшін, егер минут тілі 6 мен 12-ның арасында болатын болса, онда to сөзі қолданылады. Мысалы, 5-ке 5 минут қалды деп айту үшін it's 5 to 5. Бірінші минут айтылады. 8-ге 20 минут қалды деп айту үшін it's 20 to 8. It's 20 to 8. 1-ге 25 минут қалды. It's 25 to 1. 4-ке 15 минут қалды. It's quarter to 4. Біз 5-ке бөлінетін сандарға мысалдар келтірдік. 5, 10, 15, 20. Ал 5-ке бөлінмейтін минуттар үшін, мысалы 3-тен 13 кетті деп айту үшін minutes сөзі қолданылады. It's 13 minutes past 3. 5-ке 3 минут қалды. It's 3 minutes to 5. Сағат айтудың екінші бір оңай жолы бар. Мысалы 5-тен 25 кетті деп айту үшін it's 5:25 деп айта беруге болады. 6-дан 30 кетті. It's 6:30. 4-тен 45 кетті. It's 4:45. 5-тен 26 кетті. It's 5:26. Осылай да айта беруге болады. Кейде уақыттың жанында PM және AM сөздері орналасады. Ол нені білдіреді? Мұндағы PM дегеніміз ол түскі 12 мен түнгі 12-ның арасындағы уақытта PM сөзі қолданылады. Мысалы, сағат күндізгі 3-тен 15 кетті деп айту үшін 6:15 PM қолданылады. Өйткені ол түстен кейінгі уақыт. Ал егер түнгі 12-ден келесі күнгі түске дейінгі 12 арасындағы уақыт болса, онда AM сөзі қолданылады. Мысалы, it's 9 AM. Ол дегеніміз таңертеңгі 9. 9 PM ол кешкі 9. Сонымен ағылшын тілінде уақытты сұрау және уақытты айту осындай. What time is it? Қазір сіздер видеоны қай уақытта көріп отырсыздар, сол уақытты сөзбен комментарийге жазыңыздар. Сонымен бүгінгі сабақ сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Келесі кездескенше, bye!